Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен маклюбет тағамының рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Жасалу жолы аса қиын емес. Осылайынан біріншіден етті турап аламыз. Ет менде мына жерде 300-400 грамм көлемінде. Өздеріңіздің қалауыңызша қатты жіңішке емес етіп етті турап аламыз. Келесі кезекте бізде болгар бұрышы үлкен-үлкен етіп 4 бұрыштап тураймын. Болгар бұрышын пиязды, сәбізді, картопты домалақтап, қатты жіңішке емес етіп турап аламын. Кезек-кезегімен осылайынан тарелкаға бөліп саламын. Пиязымызды да турап алдым, мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Етті суға салып қойдым. Осылай турап алып, бәрін бөлшектеп турап алып дайындап аламыз. Менде мынандай шағын көлемде сковородкаға майды құйып, қыздырып алып, бірінші сәбізді жекелей екі бетінен қуырамын. Осылайынан жеке-жеке салып сәбізді, екі бетін айналдырып, кезек-кезек бірдей етіп қуырып аламын. 1-2 минут көлемінде қызып тұрған отта. Дайын болған сәбізімізді осылай салып аламыз тарелкаға. Келесі кезекте бізде картопты да осылайынан жекелей қуырып аламыз. Екі бетінен кезек-кезек айналдырып, оны да бөлек тарелкаға салып аламыз. Мінекей картопты салып алдық. Қалған картопымызды осылай екі бетін қыздырып, әдемілеп қуырып аламыз. Осы майға болгар бұрышымызды осылайынан жақсылап қуырып аламыз. Дәмі шыққанша жақсылап қуырып алып, бұны да бір ыдысқа салып аламыз. Қалған майымызға біз енді кезекте етті қуырамыз. Егер майларыңыздың көлемі көптеу болатын болса, артық майды сәл құйып алсаңыздар болады. Менде мына жерде май сәл көптеу, сол себепті мен 3-4 ас қасық майды кесеге құйып алып, етті қуырамын. Мінекей жақсылап қыздырып алып етті саламыз. Етімізді жақсылап қуырамыз екі бетінде, араластырып тұрып. Осылайынан жақсылап қуырып аламыз. Өзінің суы тартылғанша, яғни сөлі шығып, жақсылап қуырып аламыз. Қалауымызша тұз қосамыз, және де қара бұрыш қосамыз. Менде 1 чайный ложка тұз, және де жарты чайный ложка қара бұрыш қостым. Барлық сөлі кеткенше осылай қуырып алып, қосып, одан кейін 1 стакан көлемінде су құйып, баяу отта жарты сағат көлемінде бұқтырамыз. Етіміз толық піскенше. Міне бізде 25 минут уақыт өтті. Су толығымен тартылған, етіміз дайын түрінен көрініп тұр. Осылайынан жеке ыдысқа салып аламыз. Енді осы қалған майымызға, яғни еттен қалған кішкене сковородкамыздың түбіндегі майымызға күрішімізді салып
қуырып аламыз. Қажет көлемінде. Менде мына жерде 2 кесе күріш. Осылайынан салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Яғни күрішіміз бір-біріне жабыспай пісу үшін. Мінекей жақсылап араластырдық. Жарты чайная ложка көлемінде тұз және жарты чайная ложка көлемінде куркума қостым. Куркума біздің күрішімізге әдемі түс береді. Және де күрішіміз батып тұратындай етіп, менде бұл жерде енді 1,5 кесе көлемінде су құйдым. 2 кеседей су құясыздар. Баяу отта 20-25 минут көлемінде бұқтырасыздар күріштеріңіз піскенше. Мінекей қайнаған су құйдым мен әдейі. Осылайынан күрішіміздің піскені көрініп тұр. Менде 20 минуттай уақыт өтті. Күрішіміз дайын. Күрішіміз отын өшіріп қойып қоямыз. Оған дейін біз осындай бір ыдысқа, менде бұл жерде кастрюлька шағын. Астын майлап, бірінші пиязды салдым. Заттарды рет-ретімен саламыз. Яғни астына пияз, одан кейін ет, келесі кезекте сәбіз, болгар бұрышы, картоп. Осылайынан бәрін саламыз. Енді ең басты ингредиентіміз күрішімізді бетіне саламыз жақсылап. Бір келкі етіп, қатты нығыздамай, бірақ ауа өтіп тұрмайтындай етіп, барынша осылай нығыздап саламыз. Жарты стакан 150 мл көлемінде су құйып, баяу отта 10-15 минут бұқтырамыз тағы да. Бүкіл ингредиенттер бір-біріне сөлі шығып, әдемі болып сіңу үшін осылайынан жауып, суымызды құйып, баяу отқа 10-15 минутқа қоямыз. Мінекей 13 минуттай уақыт өтті. Мен пешті өшірдім, плитамды. Сіздерге бір көрсетейін. Мінекей иісі деген енді керемет болып тұр. Оған дейін өздеріңізге қалай дайындағыларыңыз келеді, яғни маклюбен немен бергілеріңіз келеді, дайындап алсаңыздар болады. Мен помидорды және огурцыйды осылай кубиктап турап алдым. Салат түрінде беремін және кефир беремін. Жанына дайындап көріңіздер, өте дәмді тағам және де жеңіл тағам. Кешкі ауыз ашарға дайындасаңыздар өте дәмді шығады. Бәріңізге ас болсын. Каналыма жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаймыз. Мінекей енді ең соңғы дайындалу жолы. Осылайынан кастрюлькамыз төңгереміз. Яғни маклюбенің өзінің араб тілінен аударғандағы мағынасы да аудару төңкерілген қазан деген мағынаны білдіріледі. Мінекей төңкерілген қазандағы асымыз. Пиязымыз сковородкада сәл қалып кеткен екен. Осылайынан дайындадық. Шет-шетінде помидор огурцыйымызды, кукурузамызды, кефирімізді қойып, қонақтарымызға берсек болады. Өте дәмді, маған ұнаған тағамдардың бірі.
тағамды жасап көріп рецепт ұнаған болса, комментарий қалдырыңыздар. Мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Бәріңізге ас болсын.